Бүгін біз сіздермен 5 минуттыққа жететін лаваштан пайдалы таңғы ас дайындайтын боламыз. Екі лавашты табамыздың қақпағының диаметрінде дөңгелек етіп кесіп аламыз. Ақ жеткенімізді турап, алдын ала дайындап қоямыз. Бірінші лавашымызды сәл қызартып аламыз. Жұмыртқаны жарып, жақсылап біркелкі етіп араластырып, оған бір қасық кілегей саламыз. Тағы да араластырамыз. Лавашымызды ұмытып кетпейік. Оған алдын ала күштен өткен ірімшігімізді саламыз. Менде мұнда ірімшіктің екі түрі. Біреу сулымгуни, екіншісі голландский қатты ірімшігі. Ақ желкенімізді саламыз. Тағы да жақсылап бір араластырып аламыз. Табамызға екінші лавашымызды салып, салмамызды, яғни начинкамызды салып, біркелкі етіп, жайып шығамыз. Екінші лавашымызды үстіне саламыз. Менің бірінші лавашым сынып қалды. Сол себептен мен тағы бір лавашты кесіп үстіне салдым. Таңғы асымыз дайын. Өте дәмді, пайдалы ас. Тіске басар ретінде де жасасаңыздар болады.